Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракату. Қалайсыздар достар, сіздермен мен Нариков Мәди арнасы. Достар, бүгін біз бір подписчигіміздің сұрауы бойынша сен монтажды немен жасайсың және қалай жасайсың дейді. Осындай сұраққа бүгін арнайы сіздерге видео түсіріп отырмын. Ең бірінші YouTube файлына кіреміз и бұның ішіне қатысы жоқ та бар, қатысы барлар да бар. Так, мен бірінші KineMaster Diamond, яғни чит түрімен жасаймын KineMaster'дың. И бүгін сендерге осындай монтаж жасап үйрететін боламын. Бірінші медиа браузерге кіріп, өзіміздің қалаған бір нені тауып аламыз. Видео немесе өзіміздің түсірген видеоларымызды тауып аламыз. И соны монтаждаймыз бүгін. Так, нағыз кесу керек болса, қайшыны басамыз, ортасынан және оң жағынан сол жағынан кесуге арналған жер. Бұны видео басып істеу арқылы міне. Мен көп монтаж жасай алмаймын. Ал мына управление скорость, яғни мынау тез скоростта. Ал жай скоростта бұл мынандай болады. Міне болды. Ал мына повернут, яғни сіздің видеоңызды дұрыс шықпай қалса, осылай дұрыстап айналдырып аласыздар. Міне сіз қайтып айналдырып алуларыңызға болады. Мына қараңыздар, біртүрлі оқиды, бірақ ой. Так, болды, осылай нормально. Тағы не айтамын? Оттенок цвета, яғни бұның эффектісін азайтамын мен, осы арқылы қараңыздар. Мен мынандай эффектке ауыстыра аламын. Так, содан соң төменге түсеміз. Настройка цвета. Мынандай қараңғы қылып соғуға төсше мынандай қылып. Содан соң мынандай қыламыз. Және тағы не бар айтатын. Мынандайларды өзім көп қолданбаймын, білмеймін. Винетка, мынау қаралып тұрады, маған ондай қатты ұнамайды. Аудиофильтр. Мынау несі, музыканы, бұрындық робот дауысын өзгертесің музыканы. Қараңыздар. Ой, мынаның скоростын қазір дұрыстап алайық. Қараңыздар, бұрындық айтады музыканы. Анау робот айтатын екен, иә. Осылай істейсіздер. Және де мына жерде мультимедиа деген болады, яғни футаж. Футажды мен немен істеймін? Мұнда қазір футаждар жоқ, бірақ та бір видеоны сізге көрсетейін. Мысалы, мына видеоның үстіне бүйтіп тығасыз. Қайтадан бүйтіп қоясыз да. Цвет и ключ деген болады арт жағында. Осыны бүйтесіз, қателеспесем. Міне, содан соң мен дауыс жазам, яғни озвучка дейді, голосты басамыз и стартты басамыз. Міне, ойшым осылай басталады. Міне дауыс жазылып жатыр. И окей. Және аудио қоямыз, любой бір аудионы қоя саламыз. Сосын дауысын оны кішкене азайтып қоямыз. Фон бірдеңе деген көп қолданбаймын. Повтор, яғни музыканы ұзарта аласыз, қайтадан бітіп қалған жерде резко тек қоймай ұзартып жасайсыз. Мына жерден ұзартылып кете береді. Бір жағынан мынаның дауысын азайтамыз. Айтылды бұл. Тағы не бар айтылмаған? Басқа мен ондай көп монтаж жасай бермеймін. Вражение бар екен, аверска бар, маска. Мына бүйтіп қойға болады, міне. Кішкене ортасына қарата қойға болады. Тағы не айтқан жоқпын мен, мына ортасын басқанда камера бар, и камкордер, и камера деген бар екен, бірақ мыналарды көп қолданбаймын. Эффект бар. Эффекттің екі эффект бар. Мына эффект өзіме әдемі. Қараңыз. Міне осылай әдемі. Осылай қоямыз. Және текст бар. Тексттің ағылшын жазғанда көп андай түрлері бар. Шрифттің мысалы. Геймер мати. Міне осы сөзді қоямыз дағы. Мынандай B1 дегенге қоямыз. Бұны сары қылып қоямыз.
Так, міне осындай түрлері бар. Көп мына жерде шрифт, мысалы Майнкрафт бар. Майнкрафтта да кішкене әдемі. Геймер моды. Сосын Watchdog бар. Бұл да кішкене әдемі, андай көшең сияқты болып әдемі болып тұрады. Мына вражениеден мыналарды көп қолдана бермеймін. Өзім қазір көріп мынандай бар екен. Так, монтаж көп істемегесін, сондықтан қиын. И біз монтажды жазамыз, осылай жазып алып сохранить в галерея. И мен мына үлкен качество full x деп тұр ғой, соларды жазсам оқымайды, ал низкое качествода оқиды. Былай соткым көп көтере алмайды. Болды, осымен монтажы бітті. И превью, яғни превьюді қоямыз қазір. Превьюді бірге істейміз. Басынан бастайын барлығын. Так, міне осындай бір текст алып аламыз. И соны былай жазамыз. Қазір қараңыздар. Мысалы геймер. Давай геймер моды. Так, енді бұған фон таңдаймыз. Фон өзімізде арнайы бір фондар болады, и соны таңдай саламыз құттай. Мысалы мынандай фон. Жазуларыңыз дұрыс көрінбеуі мүмкін, сондықтан фонға мынандай қоямыз. Жоқ, бұны қоймай қояйық. Noise деген бар, міне. Осыны кішкене былай көбейтіп мына жерге геймер моды деп жазамыз. Осылай әртүрлі қылып қоямыз. Содан соң текстке келеміз. Тексттің ішінде мынандай әртүрлі болады. Яғни сіздің жазған сөзіңіздің түсі ауысады. Қараңыздар, геймер мысалы қайдан түсі. Міне осында міне қаратып қоямыз да. Осында ашық не қылып қоямыз, міне достар. Осылай ауысты, міне геймер моды. Андай фотолар қоямыз. Мен көбінесе қай фотоны қояды деп ойлайсыздар, мен мынаны қоямын. Арты алынып тұрады, бір жағынан қараңыздар. Сосын мына жерде то бак, сосын то фронт деген бар. То фронт бетінде тұрады, то бак артында тұрады, міне. Бүйтіп шығарып тұрасыздар. Болды, менің тағы да не айтсам болады сіздерге. Тағы да андай футаждар қоямыз. Футаждарға мынаны қойын. Мысалы мынау. Бұның да андай түсін ауыстырып қоятын, қараңыздар. Қараңыздар, мынау осындай. Бірақ маған керек емес. Мынау түсі андай. Осындай түске қойғыңызға болады. Мынаған тек кішкене ашық түске осындай сыртында байқап тұрсам, мына баланың сыртында әр түсті таңдасаң ауысып тұр, міне. Осындай қылып істеймін. Сосын мынандайды білмейді екенмін көп. Мынандайды білмеймін. Содан соң мына артындағы ондай көп істемеймін. Мына 3D ондай көп қолданбаймын. Shadow дейді. Мына қасына тағы да түс қосатын. Басқаларын көп білмеймін. Ал мынау сосын ар жағыңызда фонға арналған андай бөлшектер. Міне. Содан соң мынандай түстер бар. Басқа не айтам? Басқа білмеймін. Мына Bluetooth'ды қосып салады, галерея деп жазып аламыз. Содан соң значокты қалай қоям? Значок творческий YouTube арқылы қоям. Мысалы мынаны бүйтіп барамыздағы ручканы басамыз, изменить значок, и мына жердегі бір значокты қоя саламыз. Мысалы мен арнайы осындай не жасап қойғам, міне
осыны қоя салуыма болады выбрать етіп. Пикселаппен істесеңіздер кәдімгі нақты размерін қоюға болады, және творческий ету арқылы барлығын көріп отыруға болады. Не болды, не болған жоқ, соның барлығы. Сонымен достар, біздің видеомыз аяқталды. Эмоция жоқ, көрсететін дейсің. Енді бұл бір подписчигіміздің сұрауы бойынша. Сондықтан сіздермен болған мәди. Келесі видеода кездескенше сау.